Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін сіздермен комментария тақырыбына арналған бұтолмен есептен шығарайын деп отырмыз. Және ол 32-ші тақырып геометриялық ықтималдық деген тақырып. Осы тақырыпқа сіздерге бүгін осы бұтолмен есебін толықтай шығарып көрсететін боламын. Ал енді бірінші 32-те 9-шы есептен бастайық. 32-те 9-шы есеп не дейді? Ұзындығы 12 см болатын АВ кесіндісінің кездейсоқ нүктесі алынады. Асты кесіндісіне салынған шаршының ауданы 36 см квадрат пен 80 см квадрат аралығында болуының ықтималын табыңыз дейді. Енді қараңыз, біздің ұзындығы кесінді. Жоқ, бұны былай алайық. Бұлай емес. Ұзындығы кесінді. 12 см. Енді қараңыздар. 36 см квадрат. Мысалы шаршы деп тұр ол. Оның бір қабырғасы 6 см. 6 см. Ал 80 см квадратқа 9 см. Енді қараңыздар. Енді екеуінің арасында екеуінің алып тастасақ бізде қанша қалды? 3 см қалады. Енді қараңыздар. Енді геометриялық ықтималдықта бұл да m бөлінген n арқылы формуламен, дәл осы формуламен шығара аламыз. Енді келесі бұл жерде үлкен n-ге бұл жерде бізде 12 тең болып тұр. Ал енді қажет жағдай бізде неше? 3. Тоя, енді қараңыздар, формула қоямыз. Бізде қажет жағдай 3, бізде жалпы жағдай 12. Енді 12-ден 2-ді 3-ке қысқартса қанша? 4-тен 1. Яғни бізде 4-тен 1-ге тең болады екен. Келесі есеп. Келесі не дейді? 10 мен 1-дің арасында кесіндінің сан кездейсоқ саны таңдалады. Осы сан x квадрат 5x плюс 60 теңсіздігінің шешімі болуының ықтималын табыңдар дейді. Енді қараңыздар, біріншісін алайық. Біріншісі не дейді? 1-ден 10-ға дейін аралығы сандарды жазамыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осының аралығындағы сан жалпы 10 бізде. Енді қараңыздар, шешейік. X квадрат минус 5x плюс 6 кіші 0-ден. қараңыздар, бұл етпен шығарсамыз, қосқанда 5 көбейткен 6 неше болады онда бізде? Ол x1 3-пен x2 2-ге тең болады. Енді қараңыздар, бұны біз интервал әдісіне саламыз. Интервалға салсақ, бұл жерде бізде неше? 2, 3 сызып аламыз. Енді қараңыздар, мынаны жақшаға былай алсақ болады. X минус 3, X плюс 3 тең 0. Енді қараңыздар, 0 мұнда жатыр, түсінікті ғой? 0 осында жатыр. X-ның 0-ді қоятын болсақ, бізде не болады? Анау мұнда екеуде минус болады негізі. Минус плюс, сонда плюс, минус плюс. Бізде 0-ден кіші аралық керек, сонда минус. Міне 2 мен 3-тің арасы. Сонда бізде қараңыздар, 2 мен 3-тің арасы ғана. Сонда біз 10-ның арасын алсам бізде бірақ мән алынып тұр. Түсінікті ғой? Сонда P, A тең керек жағдай 1. Жалпы жағдай 10. Сонда бізде 0-ден 1-ге тең болады екен бірінші есепте. Арасында ықтимал. Енді екінші есепке кірісеміз. Бұл да дәл осы секілді. Оның бәрін жазып қажет жоқ. Сразу есептің шартына көшейік. Не дейді бұда? Есеп кішкене өзгешелеу. Бұда не дейді? X квадрат минус 5x минус 6. Бұнда біз ветпен шешіміз қажет. Ветпен шешеміз. Және бұл не дейді? Қосқанда 5, көбейткенде минус 6. Неше болады ол? X біріміз 6, X екіміз минус 1. Өйткені қосқанда 5, көбейткенде минус 6 болады. Бұны жаңағыдай жақшаға ішін алып жазатын болсақ, x минус 6, x минус болады. Плюс 1. Сонда интервал әдісімен шешеміз оны. Сызып аламыз интервал әдісіне салып. Мұнда неше? Минус 1. Мұнда 6. Енді қараңыздар. Мұнда жауабым жазып 2 мен 3 бұл жай жақша болады. Біріншісінде сұрап тұрған, екіншісінде енді қараңыздар, мұны интервал әдісіне саламыз. Бұнда не дейді? Қараңыздар, 0 екенің арасында. 0 мұнан екенің арасында. Мұндан 0-ді қойсақ
минус 0 қойсақ плюс 0 плюс пен минус эш болады, минус болады. Плюс бізден не сұрап тұр бізде? 0-ден кіші аралық болғанда бізде минус аралық, сонда тік жақша минус 1 мен 6 болады. Енді қараңыздар. Бұл жерде бізде 1-ден бастап қана сұрап тұрсын, тоя 1-ден 10-ға дейінгі. Сонда қараңыздар, минус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ары қарай керек емес бізге түсін тоя. 1-ден 6-ға дейін қарасаң неше бізде? 6 сантын тоя. Енді то тең болады. Керек жағдай 6, жалпы жағдай 10, қажет жағдай. Сонда екеуінде 2-ге қысқартамыз, 5-тен 3, және бізде жауап 5-тен 3. Енді келесі 32-де 11. 32-де 11. Қараңыздар, қабырғасының ұзындығы 1 см болатын шаршы. Ұзындығы 1 см болатын шаршыда А нүктесі белгіленген дейді. Қараңыздар, шаршы белгілейік сіздерге. Қабырғасының ұзындығы 1 см болатын шаршы 1 см. А нүктесі белгіленген. Кеткен бір А нүктесі белгіленген деп алатын болсақ, А нүктесі шаршының қабырға дейінгі арақашықтық 3-1-ге дейін артық болуының ықтималын табыңдар дейді. Енді қараңыздар, бізде жалпы жағдай n 1-ге тең болып тұр. Қажет жағдай неше? 3-1 ПА тең n бөлінген n болса, болды бізде бәрі белгілі. А тең 3-1 бөлінген 1, сонда бізде 3-1 болып есептелінеді екен. Есептің жауабы. Енді екіншісіне не дейді? Қабырғасының ұзындығы 1 см шаршы. Бұл да дәл осы секілді. Шаршы салайық. Шаршы ұқсамай қалды енді. Кішкене 1 см шаршы. Есем сұрайым. Қабырғасы 1 см шаршы. А нүктесі белгіленген. А нүктесі шаршының центріне дейінгі қашықтық. Неге оқушылар, біз екіншісін есеп тастадық, енді үшіншісінде дәл осылай, және бастапқы біріншісіне ұқсайды. Мұны бізде жалпы жағдай 1, қажет жағдай 4-тен 1. Енді орнына қоя салатын болсақ, сонда бізде 4-тен 1-ге тең екен. 4-тен 1-ге тең екен. Яғни біздермен 3-те 11 есепті шығарып болдық. Енді келесі 3-те 12 есепке көшейік. 3-те 12 есепте нейді бізде? Координаталық радиустары 5 см болады. Мен сіздерге бұны сызып көрсете салайын, қараңыздар. Мына бір үлкен шеңбер сызайық. Міне бұл нейді? 10 см. Радиусы 10 см. Радиустары 10 см. Келесі 5 см деп алайық. Мынау центр деп алатын болсақ, центр деп аламыз. Центр ортақ шеңбер салынған үлкен дөңгелектің кездейсоқ алынған нүктенің екі шеңбердің қиылысында пайда болған сақинаға тиісті болуының ықтималдығын табыңыздар дейді. Енді қараңыздар, шеңбердің ауданын біз πr квадратпен таба аламыз. Енді үлкен шеңбердің ауданын былай таба салайық. Пи оның квадраты 100 сантиметр квадрат. Ал кішкентайынікі, кішісінікі табатын болсақ, пи 5-тің квадраты 25 сантиметр квадрат деп ала салдық. Енді қараңыздар оқушылар. Енді бұл жерде 100-ден 25-ті алып тастаймыз. Сонда бізде 75 сантиметр квадрат. Пи бар алдында. Пи жаза саламыз қадына. Пи сантиметр квадрат. Енді пи сантиметр квадрат. Бізде енді жалпы жағдай бізде қанша? 100 пи сантиметр квадрат. Ал қажет жағдай бізде сонда 75 пи сантиметр квадрат. Енді формуланы орнына қоя саламыз. А тең 75 пи сантиметр квадрат бөлінген 100 пи сантиметр квадрат. Пи мен пи кетеді. Екеуінде 25-ке қысқартатын болсақ, бізде неше болады? 4-тен 3
бул эсептелинет. Эndi караңыздар. Бул эсепти сиздер менен толуктай чыгардык және бизде жооп эмне? 4-төн 3 болот 2. Урматтуу окуучулар, енді бұйыртса келесі тақырыптарда сіздермен есептерін талқылайтын боламыз. Сау саламат болыңыздар.